Қайырлы күн, құрметті әріптестер, құрметті Түркістан облысының және Алматы облысының педагогтары, мектеп басшыларының орынбасарлары, барлықтарыңызға тағы да қайырлы күн дейміз. Бүгін бүкіл облыстармен, мектеп басшыларымен жүргізіп жатқан семинар кеңесімізді, қашықтан өткізу семинар кеңесімізді жалғастырамыз. Жалпы біз әлеуметтік желіде, Facebook әлеуметтік желісіне тікелей байланыста өткізіп жатырмыз, өйткені көре алмаған, біздің конференция қоса алмаған әріптестеріміз сол әлеуметтік желі арқылы көретін болады. Жалпы баршамыз біліп отырмыз, санаулы уақыт қалды жаңа оқу жылына. Бүкіл сіздерге берілетін нұсқаулықтардың барлығын алдыңыздар, министрліктің бұйрықтарын барлығын жібердік. Оны өздеріңіз жақсылап, мұқият қарап танысып алуларыңыз керек. Біріншіден, жалпы қашықтан оқыту жүйесі болады дедік. 11-ші сыныптар, мектеп алды даярлықтар. Сонымен қатар қосымша жүретін, тағы бір айтып өтетін бұл жерде мектеп алды даярлықта, сонымен қатар бастауыш сыныптарда кезекші топтар болады дедік. Осы методикалық нұсқаулықта оның барлық талаптар қандай болу керек кезекші топтарда, қанша бала саны 15-ке дейінгі, барлық санитарлық нормалар, талаптардың барлығы сол методикалық нұсқаулықта жақсылап көрсетілген, жазылған. Осы талаптарды сақтап, педагогтарға да байланысты, олардың денсаулықтарына, жас ерекшеліктеріне де байланысты талаптар қойылған. Осыны сақтай отырып, сіздер кезекші топтарды, әрине ата-ананың біріншіден өтінішімен, ата-ананың өтінішінде өздеріңізге, мысалы мектептің сайты болса, немесе де басқа да байланыс жүйелері арқылы қабылдайтын боласыздар электронды түрде. Енді осы кезекші топтардағы қандай сұрақтар туындап жатыр? Біріншіден, сағат бөлген кезде. Жалпы сағатты бөлу педагогтың жаңағы нагрузкасын тура жалпы дәстүрлі сабақ сияқты бөліп отырасыздар. Қанша нагрузкасы болу керек бастауыш сыныпта, соның барлығын өздеріңіз тиісті қылып бөлесіздер. Бұл жерде қосымша өздеріңіз, мысалы сен міндетті түрде педагогқа, міндетті түрде қашықтан өзіңнің класын қашықтан оқытатын жүйесімен де, дәстүрлі оқытатын кезекші топтарда беру керексіз деген болмайды. Педагогтың келісімімен, егерде сол жүктемені, қанша өз бөлінген сағатты жүктеме, мейлі қашықтан болсын, мейлі кезекші топтағы жүктемені алып жүре алам, осында келісем деген жағдайда, сіздер соны солай өздеріңіз бөлесіздер. Сағат санын біріктіруге 20 минуттан бөлуге де болмайды. Мысалы, мынандай ұсыныстар айтып жатады, 20 минут мына класста, 20 минут мына класста, өйткені қаражат жоқ деп жатады. Олай да бөлуге болмайды. Сондықтан кәдімгі тиісті өзінің 40 минуттық сабағын беретін болады, және де сағат саны да тура қашықтан оқытылса да, қандай оқытылса, дәстүрлі оқытса да, олай біріктіруге, қысқартуға болмайды. Өйткені жалпы мемлекеттік стандарттағы талаптардың барлығы орындалу керек, сағат саны да орындалу керек. Сонымен қатар соңғы кезде қазір дене шынықтыру бойынша да сұрақтар туындап жатыр. Дене шынықтырудың бір сағаты берілмейді деген, ол да болмайды. Жалпы толық мемлекеттік білім беру стандартындағы сағаттардың барлығы 100% вариативтік бөлігі де, инварианттық бөлігі де толық орындалу керек. Енді жалпы қашықтан оқыту жүйесіне қатысты қандай, мен тек сұрақтарға тоқталып өтейін, өйткені оның барлығы методик нұсқаулықта көрсетілген. Онлайн сабақ деп айтып жатады. Жалпы онлайн дегеніміз, сіздер түсіндіріңіздер, ата-аналарға да, журналистерге де интервью берген кезде, жалпы онлайн емес, қашықтан, дистанционный формат деп айту керек. Өйткені ол соның ішіндегі бөлінетін екі түрі болады. Онлайн, стриминг деп айтамыз, немесе синхронный деп аталады. Осыны да түсіндіріңіздер. Тікелей эфир деп айтып жатасыздар өздеріңіз неғылған кезде. Тікелей эфирге сабақта тікелей эфирде беру керек деген сияқты өздеріңіз талап қойып жатасыздар да. Осыны синхронный дейді. Бұны да сіздер педагогтардан жалпы талап етулеріңізге болмайды. Бұл негізгі техникалық жағдай болған кезде, интернет желісі көтеретін болған жағдайда, сіздер осындай синхронды форматта сабақ өткізу керексіздер деп қоясыздар. Расписаниені жасаған кезде де, жаңа кестені, ол жерде де қарап отырасыздар. Баланы
4 сағат, 5 сағаттап мынандай компьютердің алдына отырғызып қойып тыңдауға ол мүмкін емес. Сондықтан да мына кестені құрған кезде сіздер қарап отырасыздар. Синхронды және асинхронды. Асинхронды дегеніміз бұл да қашықтан оқытудың форматы, бірақ өзіне платформалық арқылы, мысалы күнделік платформасы, басқа да жүйелер арқылы кері байланыс жасай алады. Бірақ осындай тікелей байланыста болмайды видеомен, жалпы өзіне ыңғайлы уақытта жаңа расписание кестеге сәйкес педагог өзіне жіберіп отырады тапсырмаларды, сабақ кестесіне сәйкес, одан кейін оқушы соны өзі орындайды. Бұл жерде тағы бір туындайтын мәселе, енді үй жұмысы дегенге де өте көп сұрақ туындап жатыр. Үй жұмысына байланысты, үй жұмысы болады. Әртүрлі ақпараттар желіден, ақпараттық бұқаралық ақпарат құралдарында жүр. Үй жұмысы болмайды екен, ол жалған ақпарат. Үй жұмысы болады, бірақ мұғалімдер, ата-аналар, оқушылар шатыстырмау үшін бірнеше рет тапсырманы жібермеу үшін біз оқу тапсырмасы деп белгіледі. Одно учебное задание определяется. Все, сол кестеге сәйкес мұғалім бір-ақ рет жібереді, соның ішінде сабақты түсіндіру, ссылкалары, баланың қосымша өзінің оқып неғылатын жаңағы үйренетін, сонымен қатар соның ішінде орындалатын тапсырмалар болады. Сол үй жұмысының тапсырмасы болып саналады. Сондықтан да осыны жақсылап сіздер меңгеріп алып өздеріңіз түсіндіру керексіздер. Осы негізгі тұстар, сонымен қатар шалғай ауылдағы мектептегі оқушыларымыз. Қазір Қазақстанда жалпы 2652 мектеп ұсыныс беріп отыр, осындай штатты түрде оқиды. Ол жерде де оқушы санына байланысты 15 балаға дейін болу керек. Сонымен қатар сабақтардың барлығы 40 минуттан барлық санитарлық талаптарға сәйкес өтеді. Оның барлығын бүгін біз күнде соңғы күндері осы аптада күнде семинарлар өткізіп жүрміз. Бөлім басшыларымен, аудандық, қалалық бөлім басшыларын барлығын осындай нелерде тікелей бейнеконференция байланыс арқылы түсіндіріп жатырмыз. Сонымен қатар оқулықтарға да байланысты мәселе. Қазір оқулықтардың барлығы уже оқушылардың қолында болу керек. Болды, бүгін соңғы күн. Барлығы санитарлық талаптарға сәйкес мектептеріне өздеріңіз таратып тастап, уже бүгінгі күнде бітіріп отыру керексіздер. Соны тағы нақтылаңыздар. Бір кітапханада бір кітап қалмау керек. Барлығын оқушыларға бересіздер. Осы негізгі мәселелер. Сонымен қатар оқу жылына байланысты мазмұндағы біраз өзгерістер бар. Бағалау жүйесіне қатысты өзгерістер бар. Осылардың барлығы күнделік жүйесінде оны қалай толтырасыздар? Бағалау қалай болады? ТЖБ, БЖБ-лардың мәселелері, соның барлығын қазір ары қарай кеңесте ұлттық Алтынсарин атындағы ұлттық білім беру академиясы жалғастыратын болады. Жылбаев Жамбыл Октябрьевич қазір байланыста отыр. Жамбыл Октябрьевич, ары қарай өздеріңіз жалғастырсаңыздар. Рахмет Майра Тұрғынбаевна, біз жұмысымызды ары қарай жалғастырайық. Құрметті ұстаздар, құрметті әріптестер, Түркістан облысы, Алматы облысы, Ұлттық академия мен министрліктің тапсырмасы бойынша бүгін 12-ші кездесу бізде жүріп жатыр. Өздеріңіз білесіздер, 12-ші тамыздан бастап бізде осындай семинардар Zoom арқылы күніне 2 жиын өткіземіз академия. Бүгінгі ақырғы үлкен семинар 2 үлкен облыс, Түркістан облысы мен Алматы облысы. Мектептің да саны көп, балалардың да саны көп, ұстаздардың да саны көп. Енді мен ойлаймын, бүгін сіздерге бәрі сұрақтарыңызға жауап беруге біз дайынбыз. Майра Тұрғынбаевна жаңа бәрін айтып кетті. Біздің биылғы ерекше жыл, қандай ерекшеліктер бар жаңа оқу жылында. Енді жаңа ондай сұрақтарға біз айтып жатырмын, 12-ші тамыздан бастап жауап беріп жатырмыз. Біздің сайтқа кіріп атсаңыздар, көріп атсыздар. Бүгінгі презентация ол кешеді, оның алдында да болды, басқа облыстармен, басқа аймақтармен. Сондықтан біз қысқаша қазір презентация жасаймыз. Сіздердің сұрақтарыңызды чатқа, сосын біздің сайтқа жібере аласыздар. 12-сінен бастап бүгінгі күнге дейін біз 26
мыңнан артық мұғалім біздің ұстаздар біздің осындай үлкен жиынға қатынасып отыр. Жана Майра Тұрғынбаева айтып кетті, сіздерден басқа міне Facebook арқылы жүріп жатыр. Оның бәрі жаңағы біздің сайтта да, Facebook'та да болады, әлі қайталанып. Өткен біз Қостанай облысымен, Павлодар, Батыс, Шығыс Қазақстан облысымен өткізген материалдарды қарайым десеңіздер, оның бәрі Facebook'та, оның бәрі біздің сайтта бар. Олар қандай сұрақты көтерді. Әрине, әрбір аймақта өзіне ерекше, жеке бір сұрақтары болады. Оны да біз зерттеуін жүргізіп жатырмыз. Бізге де өте қазір қызық болады, Түркістан облысы қандай бізге сұрақтар қояды екен, қандай мәселе бар екен, Алматы облысында қандай мәселелер бар екен. Әрине, біз дайынбыз жауап беруге. Ал енді қысқаша қазір бізге баяндама беріңіздер, оны жасайтын Манар Елекенова, біздің орта білім берудің басшы директоры Манар Елекеновна Адамова сөз беріледі. Ал енді сұрақтарыңызды чатқа жаза беріңіздер, сосын қоюларыңызға болады. Біз бір сағат 20 минуттай жұмыс істейміз сіздермен. Біз дайынбыз. Рахмет. Манар Елекеновна. Жақсы, сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мынау келе жатқан жаңа оқу жылы құтты болсын, сәтті, табысты жыл болсын сіздер үшін. Денсаулықта болыңыздар. Мына биылғы оқу жылының қарсаңында жаңа оқу жылының ерекшеліктеріменен таныстырып кетуге рұқсат етіңіздер. Жалпы сіздер Білім және ғылым министрлігінің 13 тамызда 345 бұйрығымен бекітілген әдістемелік ұсынымдарды алып таныстыңыздар. Сол бойынша қазір оқу жылын бастауға дайындалып жатырсыздар. Алдыменен ол жерде біз қашықтан оқыту режимінде оқимыз дегендіктен мектептерге 3 түрлі мүмкіндік берілген. Ол бастауыш мектептерде қашықтан оқытуды ата-аналардың өтініші бойынша ұйымдастыру, қалған сыныптар 5-11-ге дейін онлайн оқыту. Және сонымен қатар мектептер толық онлайнда оқуына болады, немесе комбинированный дейді, яғни мектепті ата-аналардың өтініші бойынша жаңағы қашықтан оқыту режимінде және кезекші сыныптардың жұмысын ұйымдастыру арқылы оқыту. Міне осындай форматтарда, осындай формада оқуға дайындалып жатырсыздар. Қазір сіздер тамыз айының басынан бері 1 ай мерзімде ата-аналардың өтінішінің бәрін алып, әрбір мектеп қанша кезекші сынып болады, 15 баладан бөлген кезде ол қанша топқа бөлесіздер, оны мектепке қалай орналастырасыздар, ол неше смен болады, 5 күнге сияма, симаса, қазір осы шектеу шараларының аясында 6-шы күнді мектеп директорының бұйрығыменен қажеттілікке байланысты шектеу шараларының кезінде расписание қойып сабақ өтуге пайдалана аласыздар. Міне осылардың барлығын өздеріңіздің тараптарыңыздан жасап жатқан шығарсыздар. Біз солай ойлаймыз. Енді оған қосымша тағы да қандай сұрақтар туындауы мүмкін. Бізде жаңағы қойылып жатқан ең көп сұрақтардың бірі ол ұзақтығы қанша дейді. Сабақтың ұзақтығы өздеріңіз білесіздер, 40 минут деп әдістемелік ұсынымда жазылған. Дегенмен де онлайн оқытқан кезде қандай деген қосымша сұрақтар бар. Онлайн оқытқан уақытта, егер сабақтың ұзақтығы 30 минутқа дейін болатын болса, ол жерде қалған 10 минутты жаңағы қашықтан тапсырма беру арқылы, немесе балаға жаңағы қосымша асинхронды форматта кері байланыс алу арқылы ол жұмысты мұғалім жүргізеді деп айтқан. Сондықтан да барлық сабақтың мұғалім баламен жұмыс істейтін уақытын 40 минутқа есептеу керек. Енді бұл жерде әдістемелік ұсынымдарда асинхронды формат ұсынылған. Ол дегеніміз, яғни тікелей баламенен байланыста тапсырмаларды беріп, одан кері байланыс ала отырып сабақ жүргізу. Екіншісі асинхронды форматта, яғни ол бір жақты жаңағы мұғалім өз тарапынан ғана сөйлеп тапсырмаларды беріп, оқушы тек тыңдаушы болуы мүмкін. Не болмаса жаңағы мұғалім тапсырмаларын беріп, оқушы басқа уақытта оған кері байланыс беруі мүмкін. Енді осындай форматтар өздеріңіз мүмкіндіктеріңізге қарай қарастырасыздар. Бізде күнде осы өңірлермен өткізіп жатқан біздің жиналыстарымызда біз қандай платформа аламыз деген сияқты сұрақтарда қойылып жатыр. Өздеріңіз білесіздер, қазір 2 ай мерзімде күнде күнара бізде білім және ғылым министрлігінен министр, вице-министр барлығы брифингтер өткізіп жатыр. Сол жерде ол кісі ол сұраққа қайта жауап беріп жатыр. Яғни 1 айдың көлемінде қазір мектептердің барлығы өздеріне сәйкес келетін, өздеріне тиімділігі жоғары
білім беру платформасын таңдап, осы кезге дейін келісім шартқа отырып, яғни қандай платформамен жұмыс істейтінін анықтау қажет болған. Яғни ол қазір сіздердің тараптарыңыздан бүгінгі күні дайын болуы тиіс нәрсе. Себебі сіздер платформаны ертерек таңдап, және қазір осы мұғалімдер кезекті еңбек демалысынан жұмысқа шыққан мерзімнен бастап 1 ай көлемінде мұғалімдердің барлығын сол платформада жұмыс істеуге дайындап, үйретіп, оқытып, қазір 1 қыркүйекте оларды бала қабылдап, баламен бірге сабақ өткізуге дайындап қоюларыңыз керек. Енді бірнеше күннен кейін оқу жылы басталады. Сабақты ұйымдастырған кезде бізде мұғалім жетіспеушілігіне байланысты, сыныптарды кезекші сыныпты топқа бөлуге байланысты, осы кадр тапшылығына байланысты мәселені қалай шешеміз деген сұрақтар көптеп қойылуда. Бұған байланысты айтайық дегеніміз, қазір мектептерге сіздерге 3 түрлі мүмкіндік берілген. Бұл жерде, яғни өздеріңіздің мұғалімдеріңізді қамти отырып, тағы да қосымша ол кісілерге апталық жүктемесі 40 сағаттан аспайтын болса, қосымша үстіне жүктеме беруге болады. Оны кейін төлейсіздер, яғни оған қосымша тарификация жасалады. Екінші мүмкіндік, сырттан осы шектеу шараларының уақытында карантин кезіне қосымша жұмысқа мұғалім алу, еңбек кодексінің баптарына сәйкес. Үшінші мүмкіндігі, сіздер облыстық, аудандық білім бөлімі немесе мектептің атынан тікелей ресми хат жаза отырып, жоғарғы оқу орнының студенттерінің ішінде практикаға жіберілетін 3-4 курстың студенттерінен, яғни өздеріңізге практикаға мамандар жіберу жөнінде сұраныс бере аласыздар. Осылайша осындай жолдарменен, енді ол 1 айға созылама, 2 ай болама, карантин уақытындағы, яғни маманның қажеттілігін осындай жолдармен шеше аласыздар. Кешеде министр өзі брифинг өткізгенде тікелей жауап берді. Оларды жаңағы еңбек ақысын төлеу туралы сұраққа қойылған, яғни сіздер мектептің тарапынан міндетті түрде ол кісілерге еңбек ақысын төлеулеріңіз қажет. Еңбек ақыға төлеуге қаражат сіздерде жергілікті бюджеттен шешілетін болғандықтан, сіздер осы қазір өздеріңіздің тарификациямен белгіленген, берілген кәдімгі күнделікті өздеріңіздің жұмыстарыңызға байланысты, сынып бөлінісіне байланысты сағаттарыңыздың барлығын белгілегеннен кейін, ата-аналардың өтініші бойынша 15 баладан сыныптарды кезекші топқа бөлген уақытта қосымша артық қанша сынып пайда болды, оған қосымша қанша артық мұғалім қажет болды, осыны бөлек алып есептесеңіздер, яғни сіздер қосымша бюджеттік сұранысқа өтінім бере аласыздар. Сөйтіп жергілікті жерден қазірден бастап ол мұғалімдеріңіздің барлығын еңбек ақысын төлеуді өздеріңіз қарастыруларыңыз керек. Себебі, сізде жергілікті бюджет оны шешпейтін болса, олар ары қаратай облысқа, жоғары жаққа сұраныс жолдау керек. Естеріңізден шығармаңыздар. Бюджет әрқашан бізде төменнен қалыптасады, сондықтан да ол сіздердің сұраныстарыңыз арқылы қалыптасатын нәрсе, әрбір мектептің жеке. Сондықтан да осыны мектеп басшылары қазірден бастап өздеріңіз қарастырып, ойластырғандарыңыз жөн. Енді тағы да бір осы биылғы оқу жылының ерекшелігі қашықтан оқытудың себебінен қолға алынып отырған нәрсе, тағы да ол бағалауға өзгерістер енгізу. Біз 4-ші тоқсанда да бұл тәжірибеден өттік, яғни ол жерде де қашықтан оқыттық. 4-ші тоқсан аяқталғаннан кейін 4-ші тоқсанның барысына талдау жасалды. Сол талдаудың нәтижесінде және де ата-аналардың, мұғалімдердің көптеген сұраныстарының нәтижесінде осы қалыптастырушы бағалауды балл түрінде шектеу шараларының карантиннің уақытында бағалау туралы шешім қабылданды. Себебі мұғалімдердің де тарапынан, балалардың да, ата-аналардың да тарапынан жиынтық бағалауменен тек қана бағалап қоя салған, ол бала күнде мектепте мұғалімнің алдында отырмайтын кезде объективті болмайды деген ұсыныстар, пікірлер айтылды. Сіздер де бұған келісетін шығарсыздар деп ойлаймын. Соған қатысты 125-ші бұйрыққа қазір өзгерістер мен толықтырулар енгізілуде, 13-ші, 14-ші тармақтарына. Соған сәйкес қазір бізде карантиннің кезінде шектеу шараларының аясында қашықтан оқытқан уақытта сол кезде ғана осы балалардың білімі қалыптастырушы бағалау балл түрінде журналға қойылатын болады. Енді күнде бізбен бірге осы жерде күнделік KZ компаниясының бас директоры Мұхтар Мақсұтұлы бізбен қатысып жүрген. Бүгін ол кісі қазір брифингте, министрлікте, сондықтан да қазір ол кісі болмай отырғандықтан күнделікке байланысты тағы да қосымша сұрақтарыңызды мен қамтып айта кетейін. Яғни күнделік журналының бетінде
балаларға күнделікті 1 балдан 10 балдың аралығында қалыптастырушы бағалау бал түрінде қойылады. Және де мұғалімге жеңілдік жасау үшін күнде мұғалім дайындап әкелген тапсырмасын балға шаққанда критерийге сәйкес келтіру үшін біз оған жадынама жасадық. Сол жадынаманы біз қазір осы чатқа сіздерге саламыз, қазақша, орысша, екі тілде. Және де ол жадынамада балдардың барлығы қазір көрсетіп жүрсен экранға. Міне көріңіздер жадынамада. Яғни қойылатын балдар бұл процентке шағып берілген. Бұл бір жағынан сіздерге өте тиімді, себебі мұғалім сабағына дайындалған уақытта өзі қысқа мерзімін жоспарын жазғанда бір тапсырма ойластырды ма бүгінге, жоқ 10 тапсырма алып келді ма, немесе есеп алып келді ма, жоқ әлде эссе жаза ма балалар. Сол өзінің әкелген тапсырмасын әкеп, соны бала қаншалықты деңгейде орындады, қаншалықты белсенді болды, қаншалықты білімін көрсете алды. Соған сәйкес осы жартысын орындады, 20%-ын, 70%-ын, немесе 80%-ын деп мұғалім осы балдарға сәйкестендіріп, мына критерийлер арқылы бағалап, журналға балын қоюына болады. Бұл процентпенен жіктеудің тағы да бір тиімділігі, бізде инклюзивті оқытылатын, үйден оқытылатын балалар бар. Соларға да келген кезде, мысалы үшін біз жаңағы сараланған жеке тапсырмалар дайындаймыз. Сол уақытта да ол тапсырмаларды осы пайыздық көрсеткішпенен, яғни жартысын орындады, мынандай көлемде орындады деп балға айналдыру өте оңай болады. Сол себепті пайыздық көрсеткішпен беріп отырмыз. Енді басынан бастап осы жадынамаға қарайтын болсаңыздар, жазылып тұр. Қалыптастырушы бағалау нәтижелері күн сайын электронды қағаз журналға бал түрінде қойылады. Сабақ барысында қалыптастырушы бағалауға неше балаға қоятынын мұғалім өзі анықтайды. Сіздер білесіздер, жаңартылған білім мазмұнының аясында біз күнделікті 4-5 балаға немесе 1-2 балаға сыныпта кері байланыс беретінбіз. Сол сияқты, сол принцип сақталады бұл жерде де. Яғни бұл жерде де біз сол бүгінгі тапсырмамызды толық орындаған, немесе өзіміз ынталандыру үшін кері байланыс бергіміз келген 5-6 баланы мұғалім өзі анықтап, соларға балын қояды. Әр баланың темпі, білімді қабылдау жылдамдығы әртүрлі. Сондықтан сіздің бүгін берген тапсырмаңызды 4-5 бала мүмкін ертең алып келер. Сіз оларға ертең қоярсыз. Болмаса ертеңгі сабақта сізде бүгінгі ертеңгі сабақты да қамтитын басқа тапсырмалар болатын шығар. Сондықтан да қалыптастырушы бағалауды күнде қоямыз, бірақ барлық балаға бірдей емес. Сіз өзіңіз анықтайсыз неше балаға қоятыныңызды. Соныменен электронды журналдың форматында 90-ның соңында бір бағанда осы сіздер қойып шыққан қалыптастырушы бағалаудың орта балы шығады да, ол орта бал бір шектеу шараларының кезінде өздеріңіз білесіздер, 125-ші бұйрыққа сәйкес бізде бірақ қана бөлім бойынша жиынтық бағалау болады. Осы бір бөлім бойынша жиынтық бағалау және қалыптастырушы бағалау қосылып 50%-ды құрайды, және өзіміз өткізетін дәстүрлі 90 соңындағы 90-дық жиынтық бағалау 50%-ды. Осылайша барлық бағалардың қорытындысыменен баланың 90-дық балы шығады. Енді айта кететін нәрсе, электронды форматтың журналында жүйе өзі автоматты түрде бағаны шығарады. Яғни ескерілетін қалыптастырушы бағалаудың орта балын журнал өзі шығарады. Сондықтан да мұғалімдеріміз тек қана өзі күнделікті қоятын қалыптастырушы бағалаудың балдарын қана журналға қояды. Мұғалімдерде мынандай сұрақ туындайды. Сонда бір баланы мен 90-на 2 рет бағаласам, бір баланы 5 рет бағаласам, оның жаңағы 90-дық бағасына әсер етпей ма деген. Бұл жерде біз айтып отырмыз, максималды бал 10 балдан аспайды деп. Бұл 125-ші бұйрықтың 13-ші тармағында жазылған. Сондықтан да бала неше рет жауап берсе, ол соның максималды балының қосындысына бөлінеді. Ол жаңағы электронды журналдың есептеу формуласына сәйкес. Сондықтан да ол жерде бал орта 10 балдан аспайды, және барлық баланың мүмкіндігі бірдей сол 1 балдан 10 балға дейінгі аралықта орта балменен есептеліп, оның нәтижесі, оның қорытынды бағасына қосылады. Қалыптастырушы бағалау үшін ең жоғарғы бал жаңа 10 балдан аспайды деп айтып отырмыз. Енді
Бұл жерде сіздер жаңартылған білім беру мазмұнының аясында комментарийлер, критерийлерді жаңағы рубрикалар түрінде ата-аналарға беріп осыған қалыптасып қалдыңыздар. Ол жерде электронды журналдың форматында төменгі, орта, жоғарғы деңгей деп бөлінеді олар. Сол жердегі сіздердің жазатын комментарий критерийлеріңізге сол осы балмен қоятын бағаларыңыздың 1-3 балл аралығындағы деңгейі, яғни төмен критерийлерге 4-7 балл аралығы орта деңгейге, 8-10 балл аралығы жоғары деңгейге сәйкес келеді. Бұлар мұғалімнің назарына айтылған сөздер, себебі мұғалім қалыптастырушы бағалауды балл түрінде қоя отырып, кеңейтілген комментарийлер, пікірлер береді ата-анаға міндетті түрде. Себебі ол баласының үлгерімінің қандай деңгейде екенін және ары қарай не істеу керек екенін, қалай білімін жоғарылату үшін немесе ілгерілету үшін, ары қаратай үлгерімін жақсарту үшін не істеу керек екені жөнінде ұсыныс алу керек. Сондықтан да күнделікті электронды журналдың форматында сол баяғы комментарийлер, рубрикалар олар қалады. Соларды пайдаланып күнделікте балаға, ата-анаға кері байланыс беріп отырамыз. Енді соңғы жағына қарай жүрсеңіз, міне мына жерде бағанадан бері айтқан нәрселеріміздің барлығы бар. Қазір осы памятканы, яғни жаднаманы қазақша айтқанда екі тілде қазір міне осы чатқа салады. Бұдан кейін айтатын нәрсе, осы жаңа айтып отырған 345-ші бұйрықпен бекітілген әдістемелік ұсынымдар екі тілде, жаднама, памятка, тағы да жаңағы қашықтан оқытуды ұйымдастыруға байланысты әдістемелік ұсынымдар, сосын кейін пәндер бойынша 10-11 сыныптарға арналған әдістемелік ұсынымдар, біздің 12-13 тамыз күні секциямызда жаңа оқу жылының басталуына қатысты сөйлеген спикерларымыздың барлық презентациялары академияның сайтында орналастырылған. www.nao.kz сайтына кірсеңіздер, сол жерден барлық осы ақпараттардың барын өздеріңізге ала аласыздар. Яғни қазір чаттан да көшірулеріңізге болады, я болмаса таппаған ақпараттарыңызды академияның сайтына кіріп, сол жерден ала аласыздар. Ол сіздерге вебинар жүргізу кезінде немесе мектепте жаңағы қосымша осы мұғалімдермен бірге жаңа оқу жылына дайындалу барысында қолдану үшін қажет болады. Жақсы, тағы да басқа мен айтпаған ақпарат болмаса, басқа жаңағы туындаған сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызға жауап берейік. Кімнің Мұхтардың өзі жоқ, бірақ презентациясын мына жерде ашып қазір көрсетіп кетейік. Электронды журналдың форматын міне мына жерде қарап отырсаңыздар, күнделікте қазір бір-бір жүріп өтіп қалай. Күнделік электронды форматында журналдың ары қарай жүре бер. Қандай мүмкіншіліктері бар екен айтылған. Келесі слайдта журналдың бұрынғы жаңағы мінекей қалай ашу керек екенін, басқасын күнделік кезетке жаңадан кіріп жатқан мектептер болса, толық ақпарат берілген. Презентацияда бар, презентация қазір салынады. Келесі слайд. Келесі слайдта журналдың бұрынғы беті көрсетілген. Одан кейін келесі слайдтарда жаңадан қалыптастырушы бағалауды қосқаннан кейінгі журналдың форматының өзгерісі, биылғы мүмкіндіктер, қосымша рубрикалар пән бойынша, оларды жаңағы қалай ашып қосымша кеңейтілген комментарий беруге болады, сол жөнінде ақпараттар бар. Келесі слайдта. Міне осылардың барлығы міне слайдтарында көрсетілген. Мұхтардың өзі жаңа болғанда сіздерге түсіндіріп айтатын еді, және де осыны слайдтан да біраз ақпаратты аласыздар деп ойлаймын. Енді егер де сіздерде журналды толтыруға қатысты техникалық сұрақтар аша алмай, толтыра алмай, немесе бағаны қоя алмай жатсаңыздар, бұл жерде қазір инструкция бар, инструкцияға ссылканы қазір біз чатқа сіздерге саламыз. Ол жерде қалыптастырушы бағалауды журналға қою үшін журналдың бетін қалай ашып, қандай батырмаға басу керек екені көрсетілген. Егер де ол ақпарат жеткіліксіз болып жатса, қазір техникалық қолдаудың орталығының электронды журналдың сіздерге контактілерін жазып қояды. Сол жаққа звондап тікелей барлық сұрақтарыңызды қоя аласыздар. Мынау электронды журналдың форматы, сіздер кеңейтілген комментарий беріп баға қоймаған уақытта оның беті осындай тұғын. Енді осы электронды журналдың бетіне мынау күнделікті комментарийлердің орнына бір күнде бірнеше балаға сіздер қалыптастырушы бағалауды балл түрінде қоя аласыздар. 90-ның соңында электронды журнал өзі автоматты түрде есептейді. Келесі. Міне сабақтың мақсатына байланысты жаңағы
сіздер қандай ақпаратты күнделік KZ форматынан ала аласыздар, және де осы комментарийді қалай бересіздер, сол туралы мына жерде түсініктемелер бар. Журналдың форматындағы жаңалықтар, қосымша өзгерістер туралы сіздерге толық ақпарат берілген. Ары қарай жүріп өте бер. Келесі. Міне, қазір на презентация сіздерге салынады. Енді уақытты көп алмай, сіздерде сұрақтарыңыз көп шығар. Мінеке, оқушыға, ата-анаға, мұғалімге және балаға тиісті ақпараттар. Әрқайсысы өзінің тиісті функциясына қатысты, яғни ақпараттарды қалай ала алатыны жөнінде. Жақсы. Енді біздің презентацияны қойып жер, емпінікі. Басынан бастап бір бүйтіп жүріп өтті. Құрметті әріптестер, анау әдістемелік ұсынымдарға байланысты, просто жүре бер, мен сөйлеп отқанда. Біздің әдістемелік ұсынымдарға байланысты оның ерекшеліктері, биыл оқу жылының ерекшеліктері туралы біздің презентациямыз. Бұл да қазір чатқа салынады, академияның сайтында бар. Келесі, жүре бер, қарамай жүре бер. Мұның мазмұны ішінде қандай бөлімдер бар екені жөнінде, осының ішінде де осы презентацияда қалыптастырушы бағалау туралы ақпарат берілген. Бірден ана бағалаусын несіне бар, жаңа 125-ке енгізілген өзгерістер. Мына жерде қосымша қандай жаңа неге бар, нормативке бар, нормативке. Құрметті әріптестер, қазір осы слайдтың ішінде, осының алдында. Мына жерде көріп отырсыздар, биылғы оқу жылында, яғни қандай нормативтік құқықтық актілерді біз басшылыққа аламыз. Оқу жоспарлары қандай қолданыста, білім деңгейлері бойынша және үлгілік оқу бағдарламалары. Осы жерде көрсетілген, яғни 604-тің біз стандарттың 2018 жылғы 31 қазандағы нұсқасын аламыз. Дегенмен де 604-ке 5 мамырда 182 бұйрықпен өзгерістер мен толықтырулар енгізілгенін ұмытпаймыз. Сондықтан да интернеттен, әділеттен 604-ті көшірген уақытта стандартты қажет болса, ол жерде міндетті түрде 182 бұйрықпенен өзгерту толықтырулар енгізілген күшінде деген қызылмен жазылған ссылкасы бар вариант болу керек. Өйткені бірнеше тармақтарға 42, 57, 51, 51-де деген тармақтарда өзгерістер мен толықтырулар бар. Сондықтан да сіздер сондай ссылкасы бар форматын алып пайдалануларыңыз керек 604-тің. Құжат дұрыс болу үшін. Енді бағалау туралы слайдты көрсетіп жіберейік. Қалған презентациядан оқып, көріп, танысып аласыздар. Осының алдында. Міне мына жерде бізде бағалауға байланысты өзгерістер мен толықтырулар жазылған, яғни қалыптастырушы бағалауды ескереміз. Және де астында тұр 125 бұйрықтың қандай тармақтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізілгені. Бұған қосымша айта кететін нәрсе, 125 бұйрықта бізде қорытынды аттестаттауға байланысты 11 сыныптың тағы да өзгерістер бар. Себебі олар биыл жаңартылған білім мазмұнына енеді. Сондықтан да егер карантин режимі жылдың соңына дейін тоқтатылатын болса, ол кезде біз қалыпты жағдайда 9-11 сыныптарда қорытынды аттестаттауды жаңартылған білім мазмұнының бағдарламасына сәйкес өткізетін боламыз. 9 сыныпта былтыр жоспарланғандай 509 бұйрықпен енгізілгенде, 11 сыныпта осы қазіргі енгізіліп жатқан 125 бұйрықтың 39 тармағында қарастырылған пәндер бойынша соған сәйкес емтихан өткізетін боламыз. Келесі слайдтарда бағанадан бері айтып жатқан қалыптастырушы бағалау туралы мына жерде орысша ақпарат берілген. Осы жерден қарап барлық мәліметтерді алуға болады. Рахмет. Енді сұрақ жауапқа көшсек. Мыналардың бәрін чатқа салып жіберсіз. Чатта бәрібір. Мен жаңа басында да айтып кеттім, мынау біздің 12-ші кездесуіміз. Біздің сайтта бәрі сұрақтарға жауап бергенбіз. Бірақ та жаңа Манарбекенов айтып кетті, өте қысқаша. Сіздердің сұрақтарыңыз болса, біз дайынбыз. Чатқа жазыңыздар, сайтқа, қазір тікелей сұрақ қоям десеңіздер, сұрақ қойыңыздар. Министрліктен де біздің қазір неде қатынасып отыр кісілер. Арнаулы мектеп туралы сұрақтарыңыз болатын болса, сұрақтарыңызды қою болады сіздерге. Тыңдап тұрмыз. Аты жөндеріңізді айтып, қай мектеп, қай облыс сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Саламатсыз ба?
Төле би ауданы Қасқасу шағын жинақты жалпы орта білім беретін мектебі оқушысының меңгерушісі Есмұрзай Бауыржан. Біз енді мына штаттық режимде оқуды ұйымдастырып отырмыз. Осы жерде бір-екі сұрағым туындап тұр менде. Мына 345-ші бұйрық бойынша 15 баладан артық оқуға болмайды делінген, бірақ бізде 2-3 сыныпта 16-17 бала оқушы оқиды. Бірақ кабинеттің сыйымдылығы ол оқушыларға жеткілікті 1 метр ара қашықта. Осы 16-17 баланы сол бір неде оқыта берсек болады ма? Бірінші сұрағым. Екінші сұрағым, уақыттың ара қашықтығы сабақтардың арасындағы. Әр сыныпта әртүрлі уақытқа белгілеп отырмыз. Бірақ бірінші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін әртүрлі уақытқа қойсақ, мұғалімдердің сабаққа енуіне, сабақ кестесіне қиындық туындап жатыр. Сондықтан 11-ші сыныппенен бастауыштағы 4-ші сыныпты параллельный уақытта алсақ болады ма? Басталу уақытын. Сұрағыңызға рахмет. Енді жаңағы бірінші сұраққа байланысты бала саны 16-17 болса деп жатсыз ғой. Енді сіздер егер министрмен өтіп жатқан брифингті тыңдап жүрсеңіздер, ол кісі бұл сұрақтарға кеше нақты жауап берді. Сіздерге мектепте штаттық режимде жұмысты бастау үшін жергілікті санитарлық органдар рұқсат береді деп айтты. Және де ол кезде қасында ол кісінің денсаулық сақтау министрлігінен өкілетті өкіл отырды. Екеуі бірге жауап берді. Сондықтан да егер де бала саны 15-тен асып кетіп жатса, бір бала, екі бала, ол кезде жаңағы сіз сол жергілікті санитарлық бас дәрігерден рұқсат жаңағы мектепте штаттық режимде оқытуға сәйкес деген рұқсат алған кезде сіз осы нәрселерді қоса көрсетуіңіз керек ішінде. Яғни кластың сыйымдылығы мүмкіндік береді. Мен ана баланы 1 метр қашықтықтан алшақ қылып отырғыза аламын. Сондықтан да мінекей бірінші сыныпта бір сынып, екінші сыныпта екінші Б сыныбында 15 оқушының ішінде міне бір бала. Осы 2 сыныпқа немесе 3 кезекші сыныпқа осындай режимде жаңа қосып 16 баланы оқуға рұқсат берілген деген. Яғни сіздердің алатын рұқсаттарыңыздың ішінде бұл уже рұқсат сіздерге қоса беріліп тұру керек. Бұл бірінші сұраққа қатысты. Екінші сұраққа қатысты жаңағы сатылай қоңырау кестесін қоюға байланысты. Әрине, сіздер өздеріңіздің мүмкіндіктеріңізге қарайсыздар, өйткені әр мектепте ешқандай ол бәріне бірдей единый ешқандай да жаңағы требования біз айта алмаймыз, бере алмаймыз. Себебі бір мектепте 100 оқушы бар, бір мектепте 1000 оқушы бар. Бізде 3000 оқушысы бар мектепте бар. Сондықтан да сіздер өздеріңіздің жеке мүмкіндіктеріңізге қарай қазір сменге, одан кейін жаңа подсменка дейді, бірінші, екінші ауысымға және қажет болған жағдайда сенбі күндерінде қосып алып отырып сабақ кестесін жасайсыздар. Параллельно алуға болады әрине, бірақ ол кезде сізде бастауыш сыныптар жаңағы барлығы штаттық режимде оқытылады, кезекші сынып болатын болса, жоғарғы сыныптарыңызда онлайн оқытылатын сыныптар бар ма? Арасында болса, сол онлайн менен жаңа сабақ кестесін жаңа штаттық режимде қатар алсаңыз, ол сізге жаңа көп жеңілдік болар еді. Ал егер бүкіл сынып жаңағы бірдей штаттық режимде мектепке келіп оқитын болса, онда да жаңағы өзіңіз айтып отырған мүмкіндікті қарастыруға болады. Қатар алуға болады, оған ешқандай кедергі жоқ, өйткені сіз шектеу шараларының аясында оқытып жатсыз. Сізде чрезвычайная ситуация, сондықтан да оның барлығын жаңағы біріншіден жаңағы санитарлық тиісті органның келісімі, екінші жергілікті өкілеттік органның келісімі, солардың келісіміне сәйкес тиісті директордың бұйрығын шығарып, сіз өзіңіз жасап аласыздар, сол кестеге сәйкес өтесіз сабағыңызды. Қалай ыңғайлы солай қоясыздар. Жақсы, келесі сұрақ. Тағы сұрақтарыңыз? Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Түркістан Хамза атындағы номер 2 жалпы орта мектеп оқушы меңгерушісі Бахадыр Исмаилов. Өткенде мен сізбен телефонда сөйлестім. Мына 441-ші бұйрықпен жұмыс жасаймыз 4-ші конфликті 2018 жылғы. Бізде өзбек, ұйғыр, тәжик бөлімінде бірінші сыныптарда орыс тілі жоқ. Соны біз факультатив үйірмеден берсек қандай болады? Бұл бір. Екінші сұрағым тағы да 10-11 сыныптарда 205-ші бұйрықта информатика 2 сағат деп типтік үлгілік оқу жоспарда 2 сағат деп айтылған. 15 мамырдағы. Жақсы. Бірінші сұрағыңызға байланысты жаңағы егер ол пән орыс тілі жоқ болса, бір оқу жоспарында үйірмеден немесе жаңағы вариативті компоненттен
факультативтен, элективті курстардан сіздерде сағат саны шығатын болса, сол сағаттардан беруіңізге болады. Үйірме қылып та қоюыңызға болады, ондай да мүмкіндік бар. Үйірме жұмыстарын таңдауға, қоюға мектепте ешқандай мүмкіндік жоқ. Тек қана қазір шектеу шараларының уақытында үйірмені қашықтан ұйымдастыруға мүмкіндігіңіз болса, қашықтан қоятын шығарсыз. Өйткені үйірме бізде үлгілік оқу жоспарына кірмейді ғой, сондықтан да ол журналға жазылмайды, официально не фиксируется, но тем не менее үйірмеден беруге болады. Ешқандай оған шектеу жоқ. Бере аласыз үйірмеден. Екінші сұрағымызға 205-ке байланысты. 334-ші бұйрықпен бекітілген үлгілік оқу бағдарламаларының барлығында ол жерде 1 сағат деп тұр. Сондықтан да 10-шы сыныпта қоғамдық гуманитарлық бағытта ол 1 сағат. 205-те ол жаңа техникалық қате кеткендіктен ол кейін жөнделген, сондықтан да 1 сағатпен оқытасыз. Ал енді үлгілік оқу жоспарында тұрған 1 сағатты оны вариативке түсіресіз. Ол вариативті компонентке түседі. Вариатив ретінде пайдаланасыз оны. Вариативті сағат қылып. Енді осыған бір бұйрық керек қой бізге вариативке түсті деген. Оқу жолының басына сіздер болады. Жақсы, келесі сұрақ. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Мен Түркістан облысы Төле би ауданы Қайнар жалпы орта мектебінің оқушыны меңгерушісі Сытышбек Туған боламын. Біз синхронды және асинхронды оқытумен биыл оқу жылын бастаймыз деп отырмыз. Қазір синхронды оқыту бойынша Zoom платформасы арқылы оқушыларға сабақ өтеміз деп отырмыз. Ал енді ауылды жерде болғаннан кейін интернет желісі ұстамай осы синхронды оқытуға қосыла алмаған оқушыларға асинхронды түрде кәдімгі WhatsApp-пен желісі арқылы тағы да өтеміз ғой. Бұл кезде мұғалімдерімізге 2 есе жүктеу болып қалмас па екен, ол және ол жаңағыдай Zoom арқылы өткеннен кейін қайтадан WhatsApp арқылы тағы да кірмеген оқушыларға өтсек, ол мұғалімдерге жүктеме болып қалмайды ма? Егер сол кезде мұғалімдер қарсылық танытып жатса, біз не істей аламыз, сол туралы білгім келіп еді. Бұл туралы бағана жанама негізінде айтылды, жаңағы мектептердің барлығы 1 қыркүйекке дейін білім анықтап дайындап алу керек екендігі жөнінде. Сондықтан да бұл жерде жаңа телефонмен WhatsApp деген әңгіме болмау керек. Ол сабақ болғаннан кейін онлайн режимде жүргізетін болғандықтан мектеп міндетті түрде официально ол өзінің жаңағы келісімшартқа отырған белгіленген білім беру платформасы болу керек, және онлайн оқытуды синхронды асинхронды форматта сол платформа арқылы жүргізу керек. Не болмаса жаңағы күнделік кезектіңді форматын пайдалануға болады. Ол жерде де тапсырманы беріп, алып, кері байланыс орнатып, баламен жұмыс жасауға болады. Тапсырманы жүктеуге болады. Сол сияқты жаңағы негізі бекітілген, рұқсат етілген білім беру платформаларын пайдаланған дұрыс. Тағы басқа? Сәлеметсіздер ма? Менде мынандай сұрақ болып тұр. Қазір КТП-ға байланысты бізде мұғалімдерде 90-да 9 апта тұр. Заң бойынша, бағдарлама бойынша бізде 18 сағат. Енді 90-да алсақ, о жерде 6 аптада 3 күн болып тұр. Сол жерде ояқта сағат жетпейді, 90-да сағат асып кетіп жатыр. Сол каникул күндері қарастырды ма, жоқ, солай қала ма ол? Сол сұрақ жыл бойы қорытындысы бойынша мұғалімдер сол артық шығып кетеді, кей пән бойынша наоборот жетпей жатыр сағат сандары. Соны қайтып шешуге болады. Бұл жерде биылғы оқу жылына Білім және ғылым министрлігінің 12 тамыз күні бекітілген 340-шы бұйрығын басшылыққа аласыздар. 340-шы бұйрықпенен биылғы оқу жылына арналған каникул күндерінің бәрі белгіленген. Енді ол жерде каникул күндері белгіленіп, бұйрықпенен сіздерге бекітіліп бергендіктен сіздер соны негізге алып жұмыс жасайсыздар. Енді жаңағы артық кем кетіп жатқан күндерге келетін болсақ, сіздер білесіздер, біз әрбір пән бойынша қолымызда бұйрықпенен бекітілген Білім және ғылым министрлігінің үлгілік оқу бағдарламасын ұстап отырмыз, өзіміздің пәніміз бойынша. Үлгілік оқу бағдарламасының соңында онымен бірге бекітілген ұзақ мерзімді жоспары бар. Ұзақ мерзімді жоспардың ішінде барлық оқу материалдарының барлығы оқу мақсаттарымен бірге 90-90-ға бөлініп қойылған. Ол жаңағы ресми құжат бұйрықпен бекітілген. Сондықтан да біз оны 190-нан 190-ға өз бетімізше, өз еркімізше ауыстыра алмаймыз. Сол себептен біз қазір
біз қазір жаңағы календарлық тақырыптық жоспарды жасаған кезде, жаңа өздеріңіз айтып отырсыздар, КТП деп. Сағат санын қойған уақытта, осы бір тоқсанның ішінде пән бойынша қиын, күрделі мақсаттарды бөліп, оларға көбірек сағат қоюымызға болады. Солай жасаймыз. Себебі біз білеміз, жаңартылған білім беру мазмұнының аясында да, осы кезге дейін 4 жыл оқығанда да мұғалімге мүмкіншілік беріліп келді. Ұзақ мерзімді жоспарда да, орта мерзімді жоспарда да ешқайсында сағат саны жоқ, қойылмаған. Яғни ол мұғалімнің еркіндегі нәрсе. Сондықтан да бір тоқсанға сол белгіленген материалды жаңағы өзіміз сағат сандарының барлығын қойып алып, календарлық тақырыптық жоспарға енгіземіз де, сол бойынша қысқа мерзімді жоспар жасап сабағымыз өтеміз. Бір тоқсаннан бір тоқсанға ұзақ мерзімді жоспардағы белгіленген шектен екінші тоқсанға лақтырмаймыз материалдарды. Ол бір жақсы шығар, екінші тоқсанда қарастырылатын күрделі тақырыпқа мүмкін жаңағы тоқсанның аяғында кіріспе ретінде қайталау сабақтарынан тақырып қоярсыздар. Сіздерге қайта жақсы ғой мүмкіндік. Екінші тоқсанға кіріспе тақырып жасап алыңыздар. Соңғы жағында қайталау сабақтар, бекіту сабақтарын солай пайдаланыңыздар. Бірақ толық материалды жаңа тақырыпта ауыстырмаңыздар. Bir тоқсаннан екінші тоқсанға. Хорошо, оны түсіндірдік, рахмет. Штаттық режимдегі сыныптардың пәндері, түгел пәндер өте ма, жоқ негізгі пәндер ма? ГОСы 24 бойыншашы, бүткіл пәндер өткіземіз ба, жоқ негізгі пәндер ғана бола ма ояқта? Біз сондықтан да біз барлық пәндерді қамтуымыз керек. Кез келген жаңағы сыныпта барлық пәнді қамтимыз, бірақ ол жерде бір нәрсе бар. Әдістемелік ұсынымдарды сіздерге берген уақытта мектептерге жаңағы комбинированный, аралас түрдегі оқытуды ұйымдастыру штаттық режимге толық көшкенше деген нәрсе тегіннен тегін жазылып тұрған жоқ. Себебі әрбір мектептің өзінің сыйымдылығы бар, кабинет саны бар, бала саны бар. Соған байланысты, мысалы үшін штаттық режимде оқытатын мектептерге не болмаса жаңа ата-аналардың өтініші бойынша кезекші сыныптың жұмысын ұйымдастырған мектептерде біз бәрін бала санын сыйыстыра алмауымыз мүмкін, түгел сабақты қатар қойып шығу үшін. Сол себепті негізгі 3-5 пәндерді өтіп, қалған пәндерді онлайн форматта оқытудың мүмкіндігін қарастыруға болады. Егер штаттық режимде мектепте толық, екісімен де жаңа суббота күнін алғанда сыйыстыра алмайтын болсаңыздар. Ол мектептегі бала санына байланысты ғой негізінде. Сыйыстыра алмасаңыздар солай қоюға болады. Ал штаттық режимде оқытылатын мектепте негізінен бізде бала саны 180-ге дейінгі контингенті бар мектептерде штаттық режимде толық оқытылып, балалардың барлығы мектепке сабаққа келеді деп солай жоспарланған. Ал егерде бала саны көп болып, ондай мүмкіндік болмай жатса, кезекші сыныптарды орналастырған кезде мектепке барлық сабақты расписаниеға сыйыстыра алмай жатсаңыздар, ол кезде негізгі емес пәндерді қашықтан қоюларыңызға болады. Мектептің бұйрығымен жақсылап, беттеңіздің шешімімен бәрін бекітіп алыңыздар, сосын сол бойынша расписание жасап жұмыс істейсіздер. Жақсы. Рахмет. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Қапшағай қаласы 4-ші орта мектеп директоры Төлендин Азамзагүл Нәбиқызы. Менде 2 сұрақ болып тұр. Бірінші сұрағым. Мысалы, 1-ші сынып 2 кезекші сыныпқа бөлінді. Оған біз жаңағы сабақ кестесін жасадық. Әр уақыт бөлек-бөлек. Соны енді күнделік кезетке біз әр топтың кестесін бөлек уақыттарын көрсетіп бөлек енгіземіз ба? Сонымен қатар балаларды біз жаңағы топтағы тізімдерін тоже бөлек-бөлек сол топқа кезекші сыныпта 15 бала келсе, 15-ті бөлек енгіземіз ба? Ол бірінші сұрақ. Екінші сұрақ сонымен дене шынықтыру бойынша. Жаңағы дене шынықтыру далада таза ауада өткізіледі деді. Бізде мысалы қазір кезде үлкен мектепте стадион бар, сабақ кестесін құрастыруға неттік, тырыстық, яғни сыймай. Сондықтан да бір уақытта екеуі екі жақта бір кезде 2 сыныпты өткізуге бола ма жаңағы таза ауада? Мысалы, бірінші бір сынып, келесі бірінші бір сынып, бір уақытта только екеуі екі жақта бола ма өткізуге? Физкультура сабағын, дене шынықтыру сабағын. Рахмет. Енді рахмет сұрағыңызға. Бірінші сұрақ бойынша жауап беретін болса, бұл жерде журналға байланысты. Сізде мысалы үшін тарификация бойынша сіздің мектебіңізде 35 класс комплекті. Яғни сіздің 35 класс комплектіңіздің 35 журналы қалады сол күйінше. Сіз онда жаңағы ата-аналардың өтінішімен 1 мен 4-ші сыныптарды 15 баладан тағы да қосымша жаңағы 5-6 жаңағы топқа немесе сыныпқа бөліп тастасаңыз да, бәрібір ол өзгермейді. Сол журнал қалады.
тек қана сол жаңағы 15 баладан бөлінген кезекші сыныптарда отырған мұғалімдердің сол класстың журналына кіретін доступы болу керек. Оны күнделік KZ арқылы жаңағы негізі күнделік KZ-ке өзі толтыратын мұғалім ғана рұқсаты болады ғой, жаңағы пароліменен бәрі кіретін. Енді оны қосымша жаңағы мысалы бір кезекші сыныпта сізде екінші А, екінші Б, екінші Б класынан ата-аналардың өтінішімен жинақталған 15 бала отыр дейік, 3 сыныптан. Бірақ сол мұғалім сол класста сабақ беріп шыққаннан кейін ол сол тізімдегі жаңа екінші А класынан отырған 2 баланың сол қалыптастырушы баға қойса, оны сол 2 А-ның журналына доступпен парольмен кіріп сол жаққа қойып шығады. 2 Б-дан 7 бала отырса, соның журналына кіріп сол класстың журналына қойып шығады. Отдельно журнал арнамайсыздар, қосымша журнал толтырмайсыздар, сол сыныптың журналын пайдаланасыздар. Сол бір сыныптың журналына. Өйткені ертең карантин режимінің бәрі тоқтатылған болса, қайтадан қалыпты жағдайға түскен уақытта әр өзі жүйесімен сол жаңағы әркім өзінің сыныбымен өз журналын толтырып, әрі қаратай ешқандай кедергісіз оқып кету керек. Сондықтан да мұғалімдерге пароль доступ бересіздер, сабақ беретін мұғалімдерге. Оның қазірден бастап арнайы завучтар тізімін жасап, бәрін қай мұғалімге қай сыныптың журналына пароль доступ беру керек екенін қазір уже шешулеріңіз керек. Сыныпты жинақтап қойған шығарсыздар. Екінші, дене шынықтыруға байланысты. Дене шынықтыруға байланысты таза ауада өткізу керек деген ұсынымдамада жазылған. Енді жаңа өзіңіз айтып отырғанда 2 сынып 2 жақта өтсе бола ма дегенде. Жаңа тағы да айттым. Біз сабақты жаңағы бастамасы бұрын сіздерге кешеден бері айтылып жатыр, брифингте қайта-қайта тиісті санитарлық органдардың және жергілікті білім саласындағы атқарушы органдардың рұқсаты керек деп. Солардың актісі керек. Мына мектеп дайын, осындай штаттық режимде оқытайын деп жатыр, немесе мұншама кезекші сынып асады, мектебінде барлық жағдайы сәйкес келіп тұр деген сияқты. Сол кезде сіздер жаңағы дене шынықтырудың спорт залына, расписанияға мысалы үшін бір сабақта 2 сыныпты қойдық, арақашықтық сақталған, санитарлық нормалардың талаптарына сәйкес келеді деген нәрсені актіге көрсетулеріңіз керек. Сол актіге қол қойылса, сол актіменен сол айынан жаңағы бір мезгілде 2 сыныпты кіргізіп өткізе аласыздар. Келісілу керек. Жақсы, рахмет сұрағыңызға. Алакөл ауданы, Алматы облысы. Менде мынандай сұрақ. 11 сынып жаратылыстану бағыты бойынша 23 бала таңдап отыр. Ал 7 бала қоғамдық гуманитарлық бағытты таңдап отыр. Сонда 7 баланы тереңдетілген пәндер бойынша 2 топқа бөлгенде, менде 2 бала ағылшынды таңдап отыр, 7 бала құқықты таңдап отыр. Солай бөліп өткізуге бола ма? 10 балаға сыныптағы бала саны жетпесе. Сұрағыңызға рахмет. Сіз бөліп оқыта аласыз. Себебі бізде былтырғы оқу жылында осыған байланысты жаңа көп талқылаулар өтті. Қысқартылған жаңа оқу жүктемесін алған сыныптарға баланың кәсіби даярлығына, бағдарына жаңағы таңдауына мүмкіндік беру үшін. Соған байланысты 2020 жылғы 5 мамырдағы 182 бұйрықпенен 604 стандартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізілген. Сол 604-тің 182-мен өзгерістенген вариантында 51-де-1 деген тармақ бар. 51-де-1 деген тармақта инвариативті компоненттен таңдау пәндерін оқытқан кезде сыныптағы бала санына қарамастан сыныпты 2 топқа бөлуге болады деп жазылған. Сондықтан да сіз бұл мүмкіндікті пайдалана аласыз. Үлкен рахмет. Жақсы, сұрағыңызға рахмет. Тағы сұрақ бар ма? Сұрақтарыңызды қойыңыздар. Формативтік бағалау туралы Қазбекбек орта мектебі. Сұрағымды қойса бола ма екен? Қойыңыз. Полистай? Жаңа нұсқаулықта осы биылғы жылдың цифрлық сауаттылық оқу пәні қосылып отыр 1-ші сыныпқа. Бірақ қаңтар айынан қосылады дейді. 0,5 жаңағы ставкасын оны қай сағатқа қосамыз? Математикаға таңдау есебіне ме, жоқ математикаға кіргіземіз 441-ші топ бойынша. Жақсы, сұрағыңызға рахмет. Бұл жерде сіз қатты қателесейін деп отырсыз, сондықтан да жақсылап тыңдап алыңыз. Биыл бізде жаңа айтып кеткен алдындағы 182-ші бұйрықты айттым жаңа 5 мамырдағы, я. Сол 5 мамырдағы биылғы жылғы 182-ші бұйрықпенен бізде бастауыш сынып деңгейіндегі АКТ пәнінің атауы цифрлық сауаттылық болып ауысты. Бұл бірінші.
атауы цифрлық сауаттылық болып ауысуына байланысты бізде АКТ-ның бағдарламалары 1-2 сыныпқа арналған. Оның пәннің атауына сәйкестігі қайта қаралуы керек. Сол себепті биылғы оқу жылында 1 және 2 сыныпта тек қана оқулықтың оқу әдістемелік кешеннің апробациясы жүргізіледі. Яғни толық мектептерге кіргізілмейді. Тек қана бірнеше таңдалған мектептерде апробация болады, жаппай емес по республике. Сондықтан да биыл қаңтар айында сіздер оны кіргізбейсіздер. Тек қана 3-4 сыныпта оқыта бересіздер, бірақ 3-4 сыныпта цифрлық сауаттылық болып аталатын болады бастауышта. 5-11-ге дейін информатика болып қала береді. Ол бір. Екінші мәселе, сізде айтып отырсыз, үлгілі оқу жоспарында ол сағатты қайда берем деп. Үлгілі оқу жоспарында ол сағат информатикаға беріледі деп тұрғандықтан, тек қана цифрлық сауаттылық енген кезде ғана сіз ол сағатты пайдаланасыз. Басқа жаққа жібере алмайсыз, басқа пәнге қоса алмайсыз. Ол солай тұрады. Сізге ол сағатты неге пайдаланбадыңыз деп ешкім айтпайды, себебі жаңағы білім және ғылым министрлігінің тарапынан жаңағы 334-ші бұйрыққа қазір қосымша өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп жатыр. Сол жерде естеріңізде болса, 334-те соңында график болған. График перехода, именно АКТ пәндердің енгізілуінің графигі болған. Сол графиктерге қазір өзгерістер мен толықтырулар енгізілуде. Яғни цифрлық сауаттылық болып атының ауысуына байланысты 21-ші жылдан енгізіледі. Биыл емес, қаңтардан емес, келесі оқу жылының басынан 21-22-ден. Сондықтан да сол құжатта кез келген тексерушіге адамға кейін көрсете аласыздар. Жақсы, сұрақтарыңызға рахмет. Тағы да бір қосымша айта кеткім келгені, құрметті әріптестер, жаңа біз айттық, егер де кезекші сыныпқа болмаса жаңағы қосымша мұғалім жұмысқа тартып жатсақ, ол кезде жаңағы ақысын төлеу туралы. Енді мұғалімдердің осы карантин кезіндегі шектеу шараларының кезіндегі еңбек ақысын төлеуге байланысты бізде Білім және ғылым министрлігінің 191-ші бұйрығы бар. Сол 191-ші бұйрықтың 4-ші тармағы осы шектеу шараларының кезіндегі педагог қызметкерлердің еңбек ақысын төлеуге арналған бап. Сол жерде еңбек кодексінің баптарының барлығы нақты көрсетіліп тұр. Еңбек кодексінің қандай баптарына сүйеніп сіздер мұғалімді уақытша қызметке ала аласыздар, қандай баптарына сүйеніп еңбек ақысын, оның үстеме жүктемесін төлей аласыздар. Соған байланысты сіздерге қазір 191-ші бұйрыққа сүйеніп, сол бұйрықты алып танысып, соған сәйкес жұмыстарыңызды жүргізуді ұсынамын. Саламатсыздар ма? Сұрақ бар еді. Тыңдап тұрмыз. Сұрағымыз бар. Мен Қазығұрт ауданы Шарбақ жалпы орта мектебінен хабарласып тұрмын. Робототехника пәні бойынша. Бізде мынау робототехника пәні мынау аудандық білім бөлім тарапынан тек қана 6-шы кластарға ғана берілсін деп отыр. Ал негізгі бұйрық бойынша 6 мен 10-шы кластардың арасында берілуі тиіс екен. Соған бізде былтыр 7-ші кластарда болған, биыл тек қана 6-ларды беріп отыр. Соны қысқартып жіберіп отыр. Қалай болады? Робототехника ол негізгі пән емес, ол робототехниканы мектептер вариативті компоненттен береді. Сондықтан да инвариативті компоненттегі пәндердің қатарында ол жоқ болғандықтан, оны мектеп немесе аудандық білім бөлімі өзі шешеді. Яғни әр мектеп өзінің мүмкіндігіне қарай, қажеттілігіне қарай робототехниканы вариативті компоненттен, факультатив есебінен не болмаса элективті курстан бере алады. Рахмет, түсінікті. Памятканы жібермедіңіздер ғой дейді. Памятканы чатқа салынды, осы қазір ғана алдында чатта тұр. Қазір қайтадан салып жатыр, мінекей. Тағы да салды, мінекей. Сосын кімнің күнделік кездесінде жаңағы журналдың беттерін ашып түсіндірген слайды бар, біздің жаңағы слайдтарымыз бар, бәрін салып жіберсе ол жерге чатқа. Бұл жерден чаттан егерде көшіріп ала алмасаңыздар, онда www.nao.kz академияның сайтынан, қазір академияның сайтының адресін жазады. Оралхан, содан кейін күнделік кезеттің де техникалық қолдау орталығының адресін қазір жазып қояды сіздерге. Чаттан көшіріп алыңыздар. Қазір зум аяқталғанша. Міне презентация жіберіліп жатыр. Жаднама жіберіліп жатыр. Жақсы, құрметті әріптестер, басқа сұрақтарыңыз бар ма? Жалпы оқу жылы басталғанға дейін, басталғаннан кейін де, егерде әлі де сіздердің бүгіннен кейін тағы да сұрақтарыңыз қалған болса, кез келген уақытта хабарласуларыңызға болады. Біз сұрақтарыңызға жауап беруге әзірміз.
академияның сайтында сұрақ жауап бөлімі бар. Соған күнделікті сұрақтарыңызды жіберулеріңізге болады. Немесе орта білім беру орталығының телефоны 570042. Қазір бізде ол колл-центр болып кеткен, сондықтан да таңертеңнен кешке шейін барлық сұрақтарыңызға үздіксіз жауап береміз. Сайтқа қашан ілінеді? Сұрақ қойсам бола ма? Қойыңыз. Бұл Құдайбергенов Еуроауданы Шоржа ауылындағы Құдайбергенов мектебінің оқушы жөніндегі 340 уже бар, қазір штандарда бар. Осы материалдар. Кешіріңіз, сұрағыңызды. Тыңдап отырмын. Формативті бағалау 10 балға дейін деп көрсетілген, төтенше жағдайлар кезінде. Сол күнделікке сол 10 бал қойылады дедіңіздер. Сол 10 бал қорытынды бағаға әсер ете ме? 10 балл емес, 1 балдан 10 балға дейінгі аралықта жаңағы сіз мектепке жаңағы сабаққа алып келген тапсырманы бала қандай деңгейде орындады, сіз сол критерийлерге сәйкес 5 балл қоя аласыз, 3 балл, 7 балл, 10 балл қоя аласыз, оны өзіңіз қоясыз, таңдаған оқушыларыңызға. Енді ол қорытынды бағаға әсер етеді, жаңа ғана айттық. Бізде осы шектеу шараларының кезінде бір ғана бөлім бойынша жиынтық бағалау болған уақытта осы қалыптастырушы бағалаудың орта балы ескеріледі. Сонымен қосып екеуі 50% жаңағы салмақты құрайды. Және 90 бойынша жиынтық бағалаудың 50% бар. Соныменен осындай жаңағы ара салмақта ол қорытынды бағаны шығарған кезде баланың 90-лық балына әсер етеді. Яғни максималды бал 10 бал болғандықтан балаға мен 10 бал қойсам, ол 5 деп саналады, Оны енді сіздер дұрыс қой, енді бізде сол 5 балдық жүйе болғаннан кейін солай қарай тартып тұрамыз. Бірақ енді олай деп есептеуге болмайды, өйткені соңында электронды жаңағы формат автоматты түрде электронды жүйесі журналдың сіздерге қорытынды балды шығарған кезде ол баға түрінде шығарылады. Мысалға сіз бір тоқтамның ішінде бір балаға 3 рет қалыптастырушы бағалау қойдық дейік. 5 балл, 7 балл, 3 балл. Ол барлығы 15 балл болды, Сіз 3 рет бағаладыңыз. Яғни максималды балл 10 балл. Енді қараңыз, 5 қосу 7 қосу 3 15 балл, және сіз 3 рет бағалағанда максимал балл 10 балл болуы мүмкін еді. Яғни сол 3 рет бағалаған максимал балдың қосындысын алсақ, ол 30 болады. Яғни 15-ті 30-ға бөлген кезде 0,2 ма, яғни 20%. 0,2 балл деп, яғни осы жаңағы 20%-дық ара қатынасы осы үлесті ол жаңағы сіздің бөлім бойынша жиынтық бағалауыңызға қосып есептеп баланың 90-лық бағасын автоматты түрде электронды журнал өзі шығарады. Бірақ үлесі болады. Үлесі болатыны сіздер білгендеріңіз дұрыс. Енді сіз баланы 5 рет бағаладыңыз дейік. Оған 5 рет 5-5-тен жаңағы баға қойдыңыз дейік. 25, Енді қараңыз, біз 5 рет бағалаған кезде максимал балл бізде 10 болғандықтан, яғни 5 рет жаңағы 10 балға суммасына бөлген уақытта ол 50 ма, 25-ті 50-ге бөлсеңіздер 0,5 болады. Яғни 0,5% жаңағы 0,5 немесе 50%, яғни осы үлесті жаңағы электронды журналдың форматы автоматты түрде есептеп, оны бір бөлім бойынша жиынтық бағалауды орта балына қосатта, баланың 90-лық балын шығарып береді сізге автоматты түрде. Бірақ сіз өз тарапыңыздан күнделікті жаңа қойып отырасыз. Егер де қандай да бір мектеп, бізде білесіздер 7000-нан аса мектеп бар, оның ішінде барлығы электронды форматты журналға көшпеген. Егер де қандай да бір қағаз форматты журналмен жұмысты жасап жатқан мектеп болатын болса, олар енді күнделікті балды қояды, бірақ бір бөлім бойынша жиынтық бағалау дегеннен кейін тағы бір графаға ол кезде орта балды өздері есептеп қою керек болады. Ал қалған 6000-нан аса барлық білім ал, мектеп еду KZ және күнделік KZ-тің форматтарын пайдаланатын мектептеріміз, олар автоматты түрде, олар есептемейді, оларға жүйе автоматты түрде өзі есептеп береді. Жақсы, рахмет, үлкен рахмет. Тағы да бір сұрағым бар еді менің. Үйде оқыту бойынша бізде 441-да тек қана жалпымен берілген көмекші бағдарламамен жоқ. Соны біз 453-ші бұйрықпен аламыз ба, бастаушты? 441-ші бұйрықтың
441 бұйрықтың ішінде тұр. Қазір Светлана Қожакин айтып түсіндіріп жіберсін. Ол жерде арнайы үлгілік оқу жоспары бар ғой. Бастауышта 9 пен 10-шы қосымша. Дауысы естіліп тұр ма? Естіліп тұр ма? 441 айттым, қаншаншы қосымша? Қай нені сұрап тұрсыз? Көмекші бағдарлама, жалпы бағдарламамен тұр ол 8-9 қосымшадан көрдім мен. Тек қана немен жоқ, көмекші бағдарлама бойынша. 441-де бастауышқа 9 пен 10-шы қосымша, а негізгі деңгейде 19 пен 20-шы қосымшада орналасқан. Бұйрықтың ішінде. 441 бұйрықтың ішінде. Екінші сынып 453 пен өтеміз. Потому что ол жерде 441-де жазылған 2021-де деп. Сонда, Сіздің сұрағыңыз бойынша, егер де сізде жаңағы үйден оқытылатын бала, ПМПК-ның рұқсатыменен жалпы жаңағы стандартта игеретін бала болса, интеллект сохранный балалар, онда сіз жаңағы Светлана Қожакинаның айтып отырған қосымшаларын толық пайдаланасыз. Егер де ол диагнозы бар, оған жеке индивидуальный өзіне жоспар жасалатын, жаңа айтып отырсыз ғой, көмекші бағдарлама арқылы оқитын бала болса, өзіңіз айтып отырған 453-ті пайдаланасыз. Хорошо, рахмет. Бір сұрағымыз бар. Сайтқа қашан ілінеді? Жаднамамен әлі жоқ. Ол тұр, Оралхан қайда тұр? Сайтта Ұлттық академияның сайтын ашыңыздар. Ұлттық академияның сайтында дистанционный обучение деген. Қазір страницаны көрсетіп жерсін? Неге қойып көрсетіп жерсін? Сайтта ашыңыздар. Сайтта ашық, міне. Сейчас вам демонстрация покажут сейчас. Хорошо. Міне, страницаны көріп тұрсыздар ма біздің страницаны? Жақсы. Енді дистанционный обучение деген тұр төбесінде. Дистанционный обучение деген батырмаға басқан кезде, осы жерде мінеке памятка тұр, концепция проведения единого классного часа, родительского собрания. Міне, скачать десеңіз, көшіріп алуға болады. Әдістемелік ұсынымдар тұр. Енді қазақ тілі деген батырманы бассаңыздар, қазақ тілінде міне көріп тұрсыздар ғой. Көшіріп алуға болады. Сосын ана мені көрсетпеші 12-ші 13-ші новости бөлімді. Енді қараңыздар, 12-ші 13-ші тамызда ашайық. Осы күнгі бізде секция жұмыстары жүрген, биылғы оқу жылын бастауға қатысты барлық сұрақтар бойынша 12-сі күні 10 спикер, 12-сі күні 12 спикердің бүкіл презентациялары тұр. Міне бүкіл презентация осы жерде тұр. Оған да жаңағы көшіру деген батырманы бассаңыздар, көшіріп ала аласыздар. Міне жаңағы правила дистанционного обучения 345-пен бекітілген. Барлығының презентациялары тұр, мектепте түсіндіру жұмысын жүргізу кезінде пайдаланыңыздар. Міне күнделік кезеттікі тұр, міне электронный журналдың. Барлығы сол жерде тұр ақпараттар. Қазақша да, орысша да, екі тілде. Екі тілде. Сайтта кіріңіздер. Алакөл ауданы бір сұрақ. Қойыңыз сұрағыңыз. Мына 10-шы сыныпта тереңдетілген 4 пән бар. Соның біреуін географияны бірде-бір бала таңдамай отыр. Сонда 39 сағат, объем максимальной нагрузки 39 сағат қой. Соның 3 сағаты орындалмайды, географияны бірде-бір бала таңдамай тұр. Сонда 36 сағат қып жібере береміз ба учебный планға? Бала таңдамаса, сіз оны пайдаланбайсыз ғой енді. Баланың таңдау құқығын сіз ескеруіңіз керек. Сондықтан да бала таңдаған пәнді сіз оған қинап бере алмайсыз. Сондықтан да таңдаған пәндерін аласыз. Және де ол жерде 4 пәннен 2 пән инвариаттық компонентте таңдалатын дұрыс па? 2 пән таңдап отырсыз ба? Иә. 2 пән таңдап отырсыз. Содан кейін вариаттық компоненттен жаңағы сағаттарды алып отырсыз ба? Тереңдетілген пән 4 пән ғой. Мінекей. Топқа бөлген кезде. Енді соның географиясын ешкім таңдамайды. Сонда 3 сағатымыз кем қалады. 39 емес, 36 сағат болып қалады. Жақсы. Ол енді таңдау пәндері ғой. Это предметы по выбору из инвариантного компонента. Сондықтан да бала таңдаған пәндерді... Ну, нам никто не придерется, да, что объем максимальной нагрузки 39. Мы даем 36 по учебному рабочему плану, сонда к нам никаких придирок не будет. Потому что ребенок не выбирает ни один географию. Конечно, это же предметы по выбору. Это предметы по выбору. Хорошо. Рахмет. Да, конечно, 2 из 4. Сұрақтарыңыз бар ма, құрметті әріптестер? Менің бір сұрағым бар еді.
Алматы облысы. Естілмейді, микрофоныңызды түзетіңіз, дұрыс қойыңыз, естілмейді. Типтік оқу жоспарында информатика гуманитарлық бағытта тұр. Соны қайсысын аламыз? 1 сағатта аласыздар. Жоспарында Жоқ, 1 сағат жаңа сіз бағана гуманитарлық айттыңыз ғой, 1 бағытта сағатты информатика 2 сағат деп тұр. Жаңа ғана оны мен түсіндіріп айтып кеттім сіздерге. 334 бұйрық 205-тен кейін қабылданған нормативтік құжат. Сондықтан да сол жердегі оқу бағдарламасындағы 1 сағатта аласыздар. Алдыңғы жаңағы ол техникалық қателік кеткен вариантындағы үлгілік оқу жоспарындағы информатиканың 2 сағатының 1 сағатын вариативке жібересіздер. Солай пайдаланасыздар үлгілік оқу жоспарын. 1 сағат болады. Манар әпше, тағы да айттыңыз ғой жаңа, вариативке деп. Енді біз не қайсы бұйрық негізінде ол вариативке жібереміз? Рахмет. 334 пен. Ол жерде вариатив деп айтылған емес қой, тек қана 1 сағат деп айтылған. Қазір мен жаңа айттым ғой сіздерге. Министрлікте қазір қосымша өзгерістермен толықтырулар еніп жатыр дедім, дұрыс па? Ол ертең шыққан кезде ол жаңағы өзгерістермен шығады. Содан кейін сіздерге ол бұйрық жеткізіледі. Оқуға 3 күн қалды, қашан шығады, соны тездетсеңіздерші, біз де жұмыс жасайық. Тағы бір Ұсынысыңызға рахмет. Тағы бір сұрақ қойса бола ма екен? Мына үш тілді кешіріңізші, 3 тілде оқытуға байланысты. Мысалы үшін бізде жаратылыстану бағытында мұғалімдер 8 класстан бастап, міне 10 классқа дейін факультатив ретінде ағылшын тілін оқытып келді 3 тілде. Енді 10 классқа келгенде ол оқушылар гуманитарлық және жаратылыстану болып бөлініп кетті. Мысалы үшін бір мұғалімімізде ешқандай бала химияны таңдамады 10 класста. Енді ол мұғалім қалай қайтадан 8 классты береміз бе факультатив ретінде? Сол қалай болады екен? Әлде сол мұғалімдер міндетті түрде кез келген класты алып, жаңағы 11 классқа дейін шығару керек па факультатив ретінде? 3 тілде оқытуды, соны түсіндіріп берсеңіз. Негізінде жаңағы факультатив ретінде оқып бастағаннан кейін, ол жаңағы бастаған бағдарламаны аяғына дейін жеткізу керек қой негізінде. Бұл бірінші мәселе, иә? Екінші, ол сіздерге факультативтан алынып беріліп отырғандықтан, ол міндетті емес. Өйткені ол инвариантты компоненттегі бізде жаңағы білім және ғылым министрлігінің үлгілік оқу жоспарларымен бекітілген стандартта жаңағы орындауға тиіс бағдарламалар емес қой. Вариативтен берілгеннен кейін ол авторлық бағдарламалармен жасаған шығарсыздар сіздер оны. Сондықтан да енді ол сондай жағдай туындаған кезде міндетті түрде ол мәселені кеңесте қарап, кеңестің тиісті қаулысын шығарып, сол кеңестің түйініп отырып керек. Сол мектептің бұйрығына сәйкес тиісті қабылдайсыздар. Құрметті әріптестер, микрофонды сөндіріңіздер. Артық әңгіме айтып жатсыздар. Сұрақ қойыңыздар. Мержан Абди. Микрофонды өшіресіздер ме? Бар ма сұрақтарыңыз тағы? Сәлеметсіздер ме? Сұрақ қойсам бола ма? Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданынан. Кішкене кешірек қосылды, мүмкін бұл сұраққа жауап болған шығар. 604 стандарт бойынша 5 және 9 сыныптарда көркем еңбек пәні қыз және сынып толымдылығына қарамастан қыз және ұлға бөлінеді, топтарына бөлінеді делінген. Енді биылғы жылы 182 бұйрықпен өзгеріс енгізілгенде 51 және бір тармағында өзгерістер нақты сол пункт бойынша жазылмапты. Соған жауап беріңізші, бөліне ма жоқ па? Сынып толымдылығына қарамастан. Бағдарламасы әртүрлі. Бұл өзгеріске байланысты көркем еңбек жайлы айтқан жоқпыз, бірақ осы бұйрық жайлы айттық бағанадан бері. Жаңа айттым, 5 мамырдағы 182 бұйрықпенен бізге 64 стандартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізілген дедім, иә? Сол жерде жаңағы осы бір өзгерістердің бірі осы жаңағы сыныптардың бөлінуіне байланысты. Яғни 182 бұйрықпенен 42-ші, 51-ші, 57-ші, 51-де 1 деген тармақтарға өзгерістер мен толықтырулар енгізілген. Сол пункттардың үшеуі осы бастауышта және негізгі орта білім беру деңгейінде және жоғары сыныптарда оқушылардың бөлінуіне байланысты. Енді айта кететін нәрсе, бұрынғы редакциясында 604-те
жаңағы ұл қызға бала санына қарамай бөлінеді деген болған тұғын. 63-те ол төмен қарай тұр, бірақ та егер де сіз жаңағы 604-тің соңғы редакциясын әділеттен, интернеттен көшіріп алатын болсаңыз, ол жерде соңғы редакциясында 57-ші пункттан кейін жазулы тұр астында 182-ші бұйрықпенен өзгертілген 10 күннен кейін күшіне енгізіледі деп. Яғни сіз 63 емес, именно 57-ні сол жерде жаңағы сыныпқа 20-24 бала саны болған кезде бөлінеді деген тек көркем еңбектің атауы ғана тұрған жер бар ғой, сол пункт. Сол пунктты аласыздар, сол пунктты басшылыққа аласыздар. Яғни сыныпта бала саны 24-те, ауылдық жерде 20-дан асқан болса, ол кезде көркем еңбек пәні бөлінетін болады. Және де кешеден бері қойылып жатқанда біз бұл сұрақтарға жауап беріп жатырмыз. Бізде мысалға көркем еңбек бастауышта бөлінбейді, бастауышында. Ол енді интеграцияланған пән болғандықтан, оның алдағы уақытта, жаңа 12 жыл мектепке көшкен уақытта интеграцияланған бағдарламасы жасалу жоспарда бар. Сондықтан да стандарт қазірден бастап поэтапына жөнделіп келе жатыр. Сол себепті олардың бағдарламалары кейін біріктірілетін болады. Бірақ қазірге осы жаңағы топқа бөлген уақытта, яғни балаларға дифференцированно, яғни сол кітаптарына, оқулықтарына, оқу бағдарламасына қарап тапсырманы беріп, бөлінбеген жағдайда солай өткіземіз. Жақсы, сұрағыңызға рахмет. Рахмет. Сонымен біз қазір бір сұрақ бар еді. Қапшағай қаласы 4-ші орта мектеп. Президенттің тапсырмасы бойынша оқу жылында жалынан бастап жаңағы вариативтік есептен экология пәні енгізіледі деген. Сонымен қатар жаңағы сынып жетекшілері, түсінікті ол сынып жетекшілері жаңағы класс сағатында жүргізеді. А вот экология есепті қай сыныптарға беріледі? Сонымен қатар берілсе, қандай пән мұғалімі жүргізеді? Сол сұрақты нетейін деген. Эколог деген не жоқ қой қазір, енді география ма, кімге береміз оны? Сұрағыңызға рахмет. Енді жауап беруге рұқсат етіңіз. Бізде ол президенттің тапсырмасы 27 шілдедегі кеңейтілген кеңесте Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тапсырмасымен берілген тапсырмада солай жазылған. Одан кейін ол жерде талқыланып барлық жаңағы біз өзіміздің жаңағы талдауымызды бергенбіз. Экология пәнінің мазмұны қазір 1-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін 604-ші жаңағы стандартты ашсаңыздар, білім мазмұнында барлық пәнде кіріктірілген. 12 пәннің мазмұнында қазір ол интеграцияланып кіріктірілген. Сол себепті сіздер өзіңіз жаңа айтып отырған сынып жетекшілеріне берілетін 1-ші сыныптан 10-ші сыныпқа дейін жүргізілетін экология сағаттары сол себепті әзірленіп, дайындалып мектептерге жіберілді. Себебі экология пәні жеке өзі 1-ші қыркүйектен бастап мектептерде болмайды, себебі ол барлық пәннің мазмұнында интеграцияланған. Әсіресе жаратылыстану пәндерінің мазмұнында. Ол жерде 82 оқу мақсатына дейін қазір қарастырылған негізгі орта білім беру деңгейінде, яғни экологиялық мазмұн, экологиялық жаңағы білім, тәрбие, мәдениетті қалыптастыру кіріктірілген ішіне. Сол себепті қазір 1-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін сіздерге мектептерге жіберілген экология пәні бойынша сынып сағаттарын сынып жетекшілеріңіз аптасына 1 рет, яғни жүргізетін болады 1-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін. Оған қосымша вариативті компоненттен өздеріңіз орта білім беру деңгейінде қосымша факультатив немесе элективті курс сағаттарын берулеріңізге болады. Я болмаса мектепте үйірме жұмыстарын ұйымдастыруыңызға болады. Сондықтан да осы жұмыстарды қосымша қажеттілігі болған жағдайда қарастыруларыңызға болады. Жақсы, сұрағыңызға рахмет. Рахмет. Қазір 1,5 сағаттай жұмыс істеп жатырмыз. Аяқтап енді. Құрметті әріптестер, қойылмаған сұрақтарыңыз болса, қойылмаған сұрақтарыңыз болса, чатқа жазыңыздар, біздің сайтта жазыңыздар. Бәр сұрақтарыңызға жауапты аласыздар. Жаңа біздің академия сайтын көрсеттік қой. Біз күнінде 20 шақты сұраққа жауап береміз. Ол бір сайттың өзінде. Бізде чат бар. Облыстық әдістемелік кабинеттерінің, аудандық облыстық әдістемелік орталықтарының чаты бөлек. Біз ылғи бәр сұрақтарға жауап береміз. Жаңа Манар Елекен айтып кетті, бізде колл-центр ретінде жаңа 57-0042. Сол телефонға да қоңырау соғуларыңызға болады. Сіздер рұқсат берсеңіздер, онда міне 1,5 сағаттай жұмыс істеп жатырмыз, онда жұмысымызды біз аяқтаймыз. Ал енді біреу тағы бір сұрақ қоям десе, сұрақ қоюға болады. Енді бір сұрақтан артық болмайды. Аяқтайық жұмысымызды. Бар ма сұрақтарыңыз?
Экранға шығарып шығар. А, телефон все уже. Да, телефон. Сұрақ қоям десеңіздер, қоя алмаған біреу қоям десе қойыңыздар. Тағы. Только бірақ сұрақ болсын. Бір сұрақ бонус. Бонус, да. Мына 345-ші бұйрықта дежурный кезекші сыныптарда бір сынып, бір мұғалім деген қағидат бар екен. Енді орыс тілін, ағылшын тілін басқа пән мұғалімдері жүргізеді. Олар кезекші сыныпқа келіп сабақ өткізуіне болады ма? Бізде бір сынып, бір мұғалім қағидатын сақтау және санитарлық талаптарға сәйкес қойылған. Бізде бұйрықтың ішінде жаңа әдістемелік ұсынымдарда. Енді бізде мынандай мүмкіндік бар. Жаңағы орыс тілі немесе ағылшын тілі басқа пәндерден беретін мұғалімдерді сол сынып класста отырған кезде жаңағы интерактивті тақтаменен онлайн экранға шығарып мұғалімді балаларға жаңағы стриминг ретінде сабақты өткізуді ұйымдастыра аласыздар ма? Ондай мүмкіндік болса, сіздер толығыменен бір мұғалім, бір сынып принципін ұстанасыздар. Болмаса, екінші мүмкіндігі жаңа айттық аралас режимде де сабақты қоюға болады деп. Сондықтан да егер де сіздерде рұқсат етілген актіде сыныпқа қосымша мұғалімдердің келуіне рұқсат берілмеген болса, сіздер ол сабақтарды онлайн режимде ұйымдастыра аласыздар. Сұрағыңызға рахмет. Жақсы, құрметті әріптестер, тағы да келе жатқан жаңа оқу жылымен сіздерді құттықтаймыз. Алдағы оқу жылы табысты, сәтті болсын. Шәкірттеріңіз үлкен жетістіктерге жетсін. Өздеріңіздің де дендеріңіз сау болып, әрқашан амандықта болайық, дендеріңіз сау болсын. Жаңа оқу жылы құтты болсын тағы да.